Siz söyleysiz. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Түсен Еркебұлан Жұмабекұлы, Кеңсай ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушымын. Бүгін біз 2026 жылдың 14 тамызында Дизиарит УК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында орналасқан Ютинийский кен орнының бөлігінде құм мен қиыршық тасты өндіру бойынша тау-кен жұмыстарын жоспарларын әсер етуіне экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар бойынша кездесуге жиналдық. Жалпы тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес төраға болып жергілікті атқарушы орган өкілі тағайындалады. Яғни мен қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Білімхан Жанеркені ашық дауыс беру арқылы сайлауды ұсынамын. Қолдасаңыздар қолдарыңызды қолдау, или қарсы екеніңізді білдіріңіздер. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып тағайындалды Білімхан Жанерке. Күн тәртібін айта кетейін, есеп түрінде жоба материалдарын қарау, ұсынылған уақыт шегі 10 минут, сұрақтар мен жауаптар. Кез келген адам баяндамашыға сұрақ қойып, жоба бойынша өз пікірін айта алады. Ұсынылған уақыт шегі 10 минут. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және жабу ұсынылған уақыт шегі 5 минут. Регламентті қолдау немесе қарсылық танытып дауыс берсеңіздер болады. Дауыс беріңіз. Дауыс беру қорытындысы бойынша регламент бекітілді. Баяндамашы есіміңіз? Ахан Серік. Ахан Серікке баяндама оқуға сөз кезегін берсек. Сәлеметсіздер. Ютинийский кен орны Зайсан қаласының солтүстік батысына қарай 7,5 км қашықтықта. Үйдене өзенінің оң жағалауында өзеннің қазіргі арнасының бөлініп қалған ескі арна арқылы өтетін автомобиль көпірінен солтүстікке қарай төмендіктердің орналасқан. Әкімшілік тұрғыдан Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданына жатады. Ютинийский кен орнындағы құм қиыршықтас қоспасының барланған қоры айтарлықтай және Дизиарит УК компаниясының қажеттілігін ұзақ уақытқа бойы қамтамасыз етуге жеткілікті. Жобалау тапсырмасына сәйкес жер қойылымынан өндірілген құм қиыршықтас қоспасынан жылдық өндіру көлемі 10 жыл мерзімде 80 мың куб болып белгіленген. Осы жобада Ютинийский кен орнына 1С санатындағы қорлардың 1С бірінші блогын 3 метр тереңдікке дейін игеруге көзделеді. Тау-кен және геологиялық жағдайлары ескеріле отырып, құм қиыршықтас қоспасынан ашық әдіспен Дасан DX255 LGA экскаваторының пайдалануы арқылы өндіру жоспарланған. Осыған байланысты карьердің жоспардағы шекаралары барланған қорларды барысынша толық игеру, карьер борттары еңістерінің орнықтылық бұрыштары және жер бедері ескеріле отырып графикалық әдіспен белгіленді.
Юденийский кен орнындағы құм қиыршық тас қоспасының игеру негізінен жер бедерлерінің геологиялық құрылымына байланысты жүзеге асырады. Жер бедері жазық солтүстік бағытта қарай аздап еңіс. Жер бедерінің және карьерге жол жағынан кіру мүмкіндігін ескере отырып, аршу жұмыстары карьердің батыс бортынан жүргізіледі. Қабылданған егеру жүйесі мен карьерлік көлік түріне сәйкес кен орнын ашу тәсілі ретінде траншейлік әдіс қабылданады. Кіру траншеясы 1,5 метр тереңдікке дейін бульдозермен, одан әрі экскаватормен қазылады. Кіру траншеясы төмендегі бөлігінде ені 8 метр құрайды. Траншеяны бульдозермен қазу кезінде алынған тау жыныстары 20 метрге дейін қашықтыққа дейін үйіндегі жылжытылады. Кейін экскаватормен автосамосвалдарға келеді. Пайдалы қазбаны өндіру жұмыстарын бастамас бұрын ашу жұмыстарын қазу және оларды тасымалдау жұмыстары жүргізіледі. Ашу жұмыстарын орналастыру үшін лицензиялық аумақ шегінде арнайы алаң бөлінген. Жобаға сәйкес ашу жұмыстарының үйінділері карьер борты бойымен орналастырылады. Үйінді қалыптастыру жұмыстары бульдозермен орындалады. Үйіндінің жоғарғы бөлінгенін ені автосамосвалдардың оның үстінен қозғалу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 5 метр болып қабылданады. Үйіндіні қалыптастыру технологиясы алғашқы 5 жыл ішінде ашу жыныстарын түсіруді, үйіндіні жоспарлауы және жол құрылыс пен жоспарлау жұмыстарын қамтиды. 5 жылдық кеңес аяқталғаннан кейін ашу жұмыстары карьердің өндіріліп болған бөліктердегі борттарды жайпақтау, тегістеу жұмыстарына пайдаланады. Карьерді пайдалану кезінде жұмысшылардың қалыпты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында карьердің солтүстік-батыс бөлігінде кіру траншеясында жақын жерде оңтүстік алаң ұйымдастырылады. Бұл алаңда зауытта дайындалған пневмо дөңгелекті тіркеме вагондар орналасады. Олар жұмыс маусымы кезінде тартқыш автомобильмен тасымалданады. Қыс мерзімде вагон оңтүстік базаның аумағында қойылады. Сыйымдылығы әрқайсысы 8 адам
кешендегі тамақтануға арналған орын ретінде жабдықталады. Оңтүстік алаңда сондай-ақ 2 орны әжетханаға орналастырылады. Электрик энергиясын тұтынушылардың болмауына байланысты оңтүстік алаң электрмен жабдықталмайды. Техникалық сумен қамтамасыз ету Зайсан қаласының шарт негізде тасымалданатын су есебін жүзеге асырады. Ауыз сумен қамтамасыз ету көзі ретінде жақын маңдағы дүкеннен сатып алынатын бөтелкеге ауыз су пайдаланады. Участокке мұнанда ерекше қолданатын табиғи аумақтар жоқ. Жануарлар дүниесіне тигізетін тәріс әсер қысқа мерзімді және шамалы сипатта болады. Тіршілік ете жағдайларының өзгеруі жануарлардың қырылуына әкеп соқпайды. Кен орында тікелей жақын жерде тарихи мәдениет мұра объектілері, сондай-ақ ерекше қорғалатын немесе ерекше құнды табиғи кешендер орналаспаған. Кен орнын игерудің гидрогеологиялық жағдайлары қарапайым. Барланған 10 метр тереңдікке дейін кен орны жер асты суларымен суланбаған. Үйдене өзеніне жерүсті ағыны жүзуге жоқ. Себебі су ағында суармалы егіншілікке арналған жинақтаушы бөгет арқылы реттеледі. Өзен арнасында және оның тармақтарына су тек көктемдегі қар еру кезіндегі қысқа уақытта ғана пайда болады. Жер астында және жерүсті суларынан ластауының болдырмау мақсатында пайдалы бұзбаларды өндіру барысында келесі су қорғауды шаралары көзделеді. Участокта аумағында жанар-жағармай материалдар қоймасы орналастырмайды. Ең жақын жанар қою станциясы участокқа 7-5 километр шақырықтарда орналасқан. Техниканы жанармаймен қамтамасыз ету автоцистерна арқылы жүзеге асырылады. Участке аумағында техника жуу жұмыстары жүргізілмейді. Карьер аумағында тұрмыста тұрғын үй жайлары орналастыруды көзделмеген. Шаруашылық, тұрмыстық және өндірістік қажеттілер үшін сумен қамтамасыз ету жақын маңдағы дүкеннен жеткізілетін бөтелкеге ауыз су арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс участокте экскаваторларды, бульдозерлерді және автокөлік құралдарын жөндеу жұмыстары жүргізілмейді. Топырақты өңдеу кезінде пайда болатын грунттың өзекте төгілуіне жол бермеу шаралары қамтамасыз
етіледі. Жұмыстарды жүргізу барысында пайда болатын қалдықтар металл контейнерге жиналып, жинақталуға қарай мамандандырылған ұйымдармен жасалған шарттарға сәйкес шығарылып отырылады. Осылайша кен өндіру жұмыстарын жүргізуге жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарына теріс әсерін тигізбейді. Қоршалған ортаға ынтымақ әсерлері бағалау нәтижелері көрсеткендей кен орнын пайдалану барысында игеру және рекультивациялау талаптары толық сақталған жағдайда адам денсаулығына, жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне, сондай-ақ іргелес аумақтар мен ландшафтқа теріс әсер етпейді. Жобаны іске асырылған кейін кәсіпорын жоспарланған қызметті жүзеге асыру барысында қоршалған орта нақты әсерлері анықтау мақсатында жобадан кейінгі талдау жүргізуге міндеттенеді. Бисмилlah. Баяндама үшін рахмет. Баяндама үшін сұрақтар қойып, жоба бойынша өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ол жерде қаржы дұрыс оны қалып қойды. Сонда оны не мақсатқа, жолға, анамынға пайдаланысыр ма? Я жолға. Жолға. Я. Жол саламыз. Зияны кері әсері жоқ па? Жоқ, зияны болмайды. Бәрі негізі үкіметімен ол же байланысқан, так что сөздер жоқ. Жоқ, ондай болмады. Халық болғаннан кейін жабылады ғой тегіс. Я, тегістеп бәрі жабылады. Экология, геология бәрі заңмен істелінеді. Аэропортқа тас жүктіңіз? Қаланы тас жүктіңіз? Бәрі заңды болады, бәрі. Сұрақтарыңыз болмаса, онда Басқа сұрақтарыңыз болмаса, жобаға қолдау немесе қарсы дауыс берулеріңізді сұраймын. Қолдасаңыздар қол көтеріп. Қазуға қарсы ма? Дауыс беру нәтижелері бойынша қоғамдық тыңдаулар аяқталды және жабылды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға